медбикелерге фотосессияға арналған үлкен әріптерді немесе сандарды жасалған жолын көрсетеміз. Бүгін мен бұны көрсетіп отыр. Бұл сіздің көріп отырғандарыңыз 2 деген сан. Бұны мен неге салып отырмын? Өйткені біздің мектеп бітіргенімізге биыл 20 жыл толып отыр. Соған байланысты фотосессияға арналған 20 деген санды жасау үстіндеміз. Бұл 2 санында біздер мектептегі кезіміз, балалық шағымыз, сол кездегі менің класстастарым барлығы осы 2 санында бейнеленген. Бұны жасап отырғанымыз фотоға түскен кезде сіздің фотоларыңыз әдемі әрі ерекше болып шығатын болады. Сондықтан да алдағы өтетін біздің 20 жылдық кездесуімізге осындай сандарды жасап отырмыз. Енді бұның биіктігі шамамен 90 сантиметрдей болады. Мына жерде ені 14,5 немесе 15 алуға да болады. Ол бұны өзіңіздің жасайтын көлеміңізге байланысты. Бұл біздің 2 санымыз дайын. Енді біздерге қасындағы 0 жасау керек болады. Соның бірге сіздермен қазір жасап көрсетеміз. Мінекей біздің қарапайым картон. Бұған кез келген картон жарай береді. Өзіңіздің теледидардың болсын, тоңазытқыштың болсын, қалың картондарын пайдалануға әбден болады. Енді егер сіздің жасаған осындай сандарыңызда мынандай қисық пайда болса, оны міндетті түрде тегістеп жапсырып жіберу керек. Енді бұл сандарды жасауға бізге тағы да айтып кетейін. Қарапайым картон, қайшы, сосын мынандай қағаз скотч немесе малярный скотч дейді, клейкие ленты деп жазып отыр. Яғни бұл қағаз. Егер сіздер кәдімгі пайдаланып жүрген скотчты пайдалансаңыз, сізге сыртына мынандай қағаз жасырған кезде ол жабыспайды. Ал егер мынандай скотчпен жасасаңыз, оның үстіне қағаздар, фотолар оңай жабысады. Бізге сол үшін міндетті түрде осындай лента қажет. Енді жаңағы міндетті түрде жеріміз майысып кетпес үшін міндетті түрде оны қалыңдатып аламыз. Олай жасайық. Мына қағазымыздың түсті жағы сыртына кетсін, суретті жағын ішіне қаратып салып жіберейік. Біздің картонымыз ішінде кетіп болсын. Тағы қалыңдатып тағы бар. Мінекей жаңа майысып тұрған жеріміз біздің қатайып қалды. Мына картоннан қиған кезде мынандай бұрыштар келіп қалса, оған уайымдаудың қажеті жоқ. Артына картон салып жібересіз де, оны қандай кежек. Ол үшін мынандай жанын
14,5 алдық. Енді өзіңізге байланысты қандай көлемде жасайсыз, соған байланысты. Енді осыған біздер мынаны былай жапсыруымыз керек. Қыз мынаны бер маған. Мына қағаз скотчымызды кішкентай кусок қылып қиып аламыз. Соны былайынан Цветочек. жапсырамыз. Қызым келесін бер. Екіншісін. Мінекей, көрдіңіз ғой. Осындай қылып келесілерін жабыстыра береміз. Мен достым. Еще. Аш, қатташ. Аш. О. Келесін аша бер. Осындай? Осындай, молодец. Осындай. Ұяласың ба? Телешта. Осындай. Мінекей, осы күйінде барлығын түгел картонды айналдырып жабыстырып шығасыз. Егер мынандай доңғалақ бұрыштар келіп қалған кезде ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Картонды бүктеп жібересіз. Қызым бере қойшы. Мына бұрыштар келіп қалса, картоныңызды аласыз да. Былай. Бүктеп жіберіңіз. Сонда сіздің келесі бұрыштарына келе береді. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Мысалы менде бұрылмай қалды, қазір оны бұру үшін міндетті түрде мынандай қылып майыстырып жіберемін. Сол кезде былай түзеледі. Біз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің ноліміздің бір қабаты дайын болды. Яғни оның бәрін ішін қағаз клеймен түйіп жапсырып шықтық. Ақ қағаздары көріне берген ештеңе етпейді. Содан кейін барлығы біткеннен кейін бұны бізді кәдімгі кеңсе А4 қағазбен қаптап тастаймыз. Сол кезде қағаз скотчтар көрінбейді. Енді іске кірсек, келесі біздің жұмысымыз осы нолмен үстін бітейміз. Мінекей, осы күйінде бітеуіміз керек. Енді жапсыруға бізге ыңғайлы болу үшін көп жерінен ұстап аламыз да өлі. Енді барлығы келіп тұрған сияқты, енді өзіміздің ойымызша. Енді осы жапсырғанымыз мықты болу үшін скотчпен түгел айналдырып тастағанымыз жақсы. Содан кейін мына бөліктен бір көрейік.
айналдырып жаптырып шығамыз. Осы әдіспен барлық жерін түгел бітеп шығамыз. Енді мына жерде жапсырылған жоқ. Міндетті түрде барлығын түгел скотчпен келтіріп түгел жапсырып шығамыз. Сонда біздің мынандай ноліміз дайын болады. Келесі жұмысымыз осы нолімізді мынандай ақ қағаздармен қаптау. Ол үшін бізге қарапайым принтерге арналған ақ қағаздар қажет. Одан кейін салмас бұрын карандашпен өлшеп аламыз. Өйткені бізге клей жағуға артық жақпас үшін қажет болады. Содан кейін ПВА клей, соны алып картонымызға жапып шығамыз. Карандашымыздың белгілеп алған жерде дейін істеп шығамыз. Өйткені клей кеуіп қалмасы үшін тек қана өзінің А4 форматтың көлеміне ғана жапып шығамыз. Содан кейін ақ қағазымызды аламыз да үстіне жабыстырамыз. Көлемі. Мінекей жабып шықтық. Енді осыдан кейін біз екі жағын жапсырып шығамыз. Ол үшін мына жағын түгел қиып шығамыз. Енді осыған клейімізді жағып, мына қағазымызды жапсырып шығамыз. Тап осы әдіспен келесі жағын жабамыз. Қағаздарымызды барлығын осылай түгел желімдеп шығамыз. Мінекей, осы әдіспен барлық нолімізді түгел желімдеп шығамыз. Енді бұрылыс доға жерлері ешқандай да қиындық тудырмайды. Қағазымыз кәдімгідей майысады. Қайшымен қиып барлығын түгел қаптап болдық. Енді бізге тек қана болған суреттер жапсыру қалды. Ол үшін біз кәдімгі ақ қара түсті принтер қағазына фотоларымызды шығарып аламыз. Оның бәрін фото қылып шығару қажет емес. Сондықтан да қарапайым үй жағдайында осылай шығарып алсаңыз да жетеді. Енді мынау бізде артқы жағы, бізде фото жапсыратын жағы. Фото жапсыратын жағына түгел ақ қағаз жапсыру
міндетті емес. Сондықтан да өйткені біздің суреттеріміз қара. Енді іске кірісеміз. Так, мына менің класстастарым. Мына шеттен бастайын. Бір-екі фотоны жасап көрсетемін, содан кейін ары қарай. Бірінші фотомыз кетті. Мына біздің 10-шы класстағы фотомыз. Мына жерде мен. Мына біздің класс жетекшіміз Мәселе апай. Енді суреттер бәрі біркелкі болмай, мынандай әртүрлі болған жақсы. Біреу мынандай сурет, біреу топпен түскен сурет, дара түскен сурет, мына класстасымыз Айнұр. Осылай қиып-қиып арасынан салуға болады. Енді мен қазір біздің қыздар қиып салайын. Жабысып қалды. Енді қасына тағы да класстастарым келесі. Яғни айтқанда, коллаж жасаймыз, коллаж. Осылай бағытпен барлығын түгел фотоларымызды. Мінекей достар, біздің жасаған санымызда дайын болды. Бұны біздің бітірген санымыз. Енді осы сандармен біздің класстастарымызға фотоға түсуге барлығы түгел дайын. Бұндай сандарды тек қана мерекелерде емес, туған күндерде жасауға болатынын жаңа айтып өттім. Мысалы 18 жас, 20 жас, 30 жастарда балалық шақтан бастап барлық фотоларды осылай жинақтап салып көрсетуге болады. Келесі видеоларда графированный қағаздардан жасалған сандарды жасап көрсететін боламыз. Рахмет.